Ежелден ел арасында сақталған аңызға қарағанда тайқазанды көтерудің мынадай шарты болған. Тайқазанды орнынан бір қарыс көтерсе, атақ пен шенге қоса бір үйір жылқы берілген. Көтере алмаса 20 үйір етіп айыбын өтеген. Жазатайым қазанды көтеремін деп бүлдіріп не сындырып алса, көтере алмаған палуанға өлім жазасын кесіп, куәгерлеріне дүре соғылып, ат-тон айып салынған. Қара күштің иесі өз Хайдар Хабас палуан Тайқазанды алғаш көтерген кісі екен. Одан кейін қазақтың 16 палуаны сыннан сүрінбей өткен. 18-ші реттік санды әз қарап Алатау жаңғыртуға бел байлайды. 16 ғасырдың орта шегі мен 17 ғасырдың 40 жылдары аралығында өмір сүрген, жүрек жұтқан атақты қолбасшы Бегайдарұлы Алатау батырдың қаһармандық ғұмыр баяны есімі оның көзі тірісінде Қоңырат руы мен бүкіл орта жүздің ұранына айналған. Өзінен бұрынғы батырлардың үрдістерін жалғастырып, Алатау жауына қарсы шығарда, кейде қайта оралғанда Түркістанға Әзірет Сұлтан бабаның әруағына сыйынып, Құран бағыштаған. Құраннан соң Тайқазанды бір қарыс көтеріп қояды екен. Алған сыйлығын кедей-кепшік момындарға таратып отырған. Даңқы аспандаған Алатау батыр қартайған кезіндегі бір сөзінде ағынан жарылып, 40 рет қанды қырғынға кірдім. Тайқазанға 13 рет барып, 13 қарыс көтердім деген екен. Оқыған Ақмарал Жайлаубайқызы.